Алтынсариннің «Данышпан қазы» әңгімесін оқуға сендерге тапсырғанмын. Ол әңгімені барлықтарың оқып шықтыңдар ма? Иә. Қазір олай болатын болса, осы әңгімені талдаймыз. Талдамастан бұрын балалар, қазір біз Ыбырай Алтынсариннің өмір баянымен танысып көреміз. Тақтаға назар аударыңдар. Данышпан қазы Ақжыр жұртының бір патшасы болған. Оның аты Бауқас еді. Және ол жақта бір данышпан қазы болатын. Ол данышпан қазыға өтірік айтып құтыла алмайсың. Ол сенің бәр мәселені шешіп береді. Сол күні Бауқас бір күні патшасы бір күні атымен келе жатқанда бір тіленшіні көреді. Және ол тіленші оған айтады, маған бір қайырымды берші дейді. Сонда Бауқас айтады оған. Бауқас оған қайырым бергеннен кейін ары қарай кетіп бара кезде оның етегінен ұстап алып айтады, сен тағы бір менің қайырымды орындашы дейді. Сонда Бауқас оның атына сөзі тіленші айтады, мені өзінің атына мінгестіріп мен орам ортасына апарып тасташы дейді. Сонда Бауқас оның айтқанын істеп мінгестіріп оны орам ортасына апарғаннан кейін оған түс дегенде одан айтады тіленші, бұл менің атым, сен түс, бұл менің атым ғой дейді. Одан кейін Бауқас бұл менің атым деп айтады. Сол кезде тіленші айтады, жүр данышпан қазыға барайық, сен өтірік айтқаның дәлелденеді дейді. Сол кезде олар данышпан қазыға барған кезде ол жақта көп адамдар тұр екен. Ең бірінші мұжық пен молда тұр екен. Осы жақта мұжық пен молда бір қатынға таласып отыр екен. Сол кезде әйелді айтады, әйелді маған беріңдер, өздерің ертең келіңдер дейді. Сол кезде майшы мен қасапшы келеді. Қасапшы айтады, бұл майшы мен ақшаны ұрлайын деді. Бұл маған май сатқан кезде, мен қалтамнан ақша шалыққан кезде, ол менің қолымнан жыл болып маған бермей қойды дейді. Одан кейін майшы айтады, бұл қасапшыға мен май сатқаннан кейін, ол ақшасын қолынан шығарып майды алып кеткен кезде, ол алып кетейін деп жүгіріп қашайын дейді. Одан кейін ол сол кезде майшы мен оның қолын ұстап, жүр данышпан қазыға әкелейік дейді. Сол кезде тіленші мен Бауқас келеді. Тіленші Бауқас ең бірінші келеді. Данышпан қазы бұл өтірік айтады. Мен бұған жолға жүріп барып бұған қайыр берген кезде, бұл менің тағы бір қайырымды орындады, орам ортасына әкелді дейді. Сол кезде мәселені айтып береді Бауқас. Сол кезде тіленші айтады, бұның сөзі өтірік дейді, бұл ат менікі дейді. Одан кейін атты бізге қалдырып ертең келіңдер дейді. Сол кезде әйел мұжықтікі екенін біледі. Одан кейін молдаға 50 шуба барғызады. Одан кейін келесі күні майшы мен қасапшыға келеді. Сол кезде майшыға 50 шуба ұрынды дейді. Қасапшы шындықты айтады, ал майшы өтірікті айтады. Сол кезде Бауқас пен тіленші келген кезде олар өздерінің аттарын жұма аттың қасына өздерінің аттарын тауып алыңдар дейді. Сол кезде айтады, сендер өздерінің аттарына танисың. Мен сұрақты Кәусарға қоямын. Кәусар, Бауқас өз атын қалай тапты? Данышпан қазы ол аттың Бауқас екендігін Бауқас аттың қасына барғанда ол Бауқасқа басын көтеріп Бауқасқа аяғын көтермей тұрды. Сол себептен бұл Бауқастың аты болып шықты. Мен сырымға сұрақ қоямын. Сырым, данышпан қазы қасапшының ақшасы екенін қайдан білді? Данышпан қазы қасапшы екендігін ақшаны суға салып қойып, таңертең қарағанда одан май шықпады. Одан май шыққанда ақша майшынікі болады деді.